Түркістан облысы білім басқармасы облыстық жас түлектер станциясына қарасты арыс бөлімі Қазақстанның флорасы мен фаунасының 3D атласы номинациясы. Сәлеметсіздер ме, менің есімім Шардан Сабина. Мен Түркістан облысы Арыс қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы гимназиясының 9 сынып оқушысымын. Қазақстанның флорасы мен фаунасының 3D атласы номинациясы бойынша Түркістан облысындағы флора мен фауна өкілдерінің 3D форматтағы макетін назарларыңызға ұсынамын. Бізде бірінші модель қырғауыл. Қырғауыл отырықшы құс. Ұясын қу қамыстың қалың бұтаның арасына жерге салады. Сәуір-мамыр айларында 7-18 жұмыртқа салып, 21-27 күнде балапан басып шығарады. Келесі модель Донатин құрбақасы. Донатин құрбақасы құйрықсыз қос мекенділер құрғақ шөлде де, ылғалды биік тауда да мекен ете береді. Кең таралған жасыл құрбақаға ұқсайтын болғандықтан және біздің елімізде қос мекенділер толық зерттелмегендіктен оның таралуы туралы мәліметтер өте аз. Және келесі модель бізде қалбағай. Қалбағай ертеде Қазақстанның жазықты жерлеріндегі көптеген су қоймаларында мекендеген, ал қазір соның өте шапшаң кемуіне байланысты республикамыздың батыс, орталық, оңтүстік және шығыс облыстарының кейбір жерлерінде ғана 800 пен 1200-дің арасында қалбағай сақталып қалды. Келесі бізде дермене. Дермене асыл шөп және көп жылдық өсімдік. Оңтүстік Қазақстанда, Арыс, Түркістан, Шаян аймағында жиі кездеседі. Және дермененің медицина саласына тигізер пайдасы өте көп. Мысалы, қабыну ауруларын емдеу үшін дермененің тұқымын қайнатып ішкен. Сонымен қатар дерменен тұқымын мезбен қосып, жаншып араластырып та пайдаланса, өкпе ауруларына бірден-бір себебін тигізеді. Келесі бізде шағыл мысығы. Аздаған мысықтар тек үстірт пен Қызылқұмда ғана мекендейді. Санның кемуінің негізгі себебі қалың қарлы қатал қысты жылдары азық қорының азаюы, оған қоса адамның тікелей қызметтері әсер етеді. Қызылқұм қорығын ұйымдастырушы солтүстік Қызылқұмның біршама бөлігін қорықша етіп жариялау керек деп ойлаймыз. Ең соңғы модель бізде грек қызғалдағы. Грек қызғалдақтарының бойлары өте қысқа, сирек болып шыққан, одан соң гүл ашуы да өте нашарлау. Мұның барлығы жауын шашынның болмауы, табиғаттың әсеріне байланысты деп есептеп отырмыз. Сайрам өгем ОТП-да ғылым бөлімі бар. Ол кісілер келіп, осы жердің топырағын, гүлдерін келіп сараптама жасайды. Енді мен сіздерге Түркістан облысындағы қызыл кітапқа енген 6 моделімізді көрсеттім. Бұдан басқа қызыл кітапқа енген флора мен фауналардың көптеген түрлері кездеседі. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.